Қайырлы күн. Сіздермен номер 545 есеп бірге шығаратын боламыз. Бұл жерде өрнекті мәнін тап дейді. Ең бірінші біз әріптің орнына берілген санды жазып шығуымыз керек. Мысал үшін бірінші есепте минус а дейді. А-ның мәні бұл жерде 6,2-1-ге тең екен. Дәл соны А-ның орнына жазамыз. Енді бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішін орындау үшін бірінші ортақ бөлім береміз. 5 пен 2-ге ортақ бөлім, ол бізде 10 болады. Бөлімдері 10-ға келтіреміз. Сонда 7,10-нан 8 азайту 6,10-нан 5 болады. Енді мәнін табамыз. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 10-нан 7 азайтылған, 7-ден 6-ны азайтамын, 1 болады. 10 жазылады, 8-ден 5-ті азайтамын, нәтижесін өзінің орны, яғни алымына жазам. 8-ден 5 азайтсақ 3. Енді қарасаңыздар, бөлімдері бірде, ортақ бөлім беруді қажет етпейді. Ендеше алымын тексереміз. Бізде азайғышымыз үлкен сан болса, онда сразу азайтамыз. 7-ден 3 алынады. Онда бірінші бүтіннен бүтінді азайтамыз. Ол бізде 7, 10 сақталады. 7-ден 3-ті азайтсақ 4. Қысқарылатын бөлшек екен көрініп тұр. Екеуі де 2-ге, яғни жұпсан болғандықтан 2-ге бөлеміз. Сонда 7 бүтін, 10-ды 2-ге бөлсек 5, 4-ді 2-ге бөлсек 2. Міне, біріншінің жауабы осылай шықты. Енді екіншінің жауабын шығаратын боламыз. Мұнда да дәл солай әріппен берілген екен. Бірінші әріптің орнына берілген санды қойып шығамыз. Ол бізде b-ның мәні 5,3-ден 2. Енді ортақ бөлім 30-ға келетін көрініп отыр жақшаның ішінде. Мұнда тоқтауыш көбейткіш 3, мұнда 10. Сонда 14,6-дан 1 азайтылған жақшаның ішіне 30-дан 27 минус 5,30-дан 20 болады. Бірден 30 шығатын бөлім 30 болатындықтан мынағанда 30-ға сразу ортақ бөлім беріп алайық. Бізге өткеннің қазір азайту қосуда ортақ бөлім міндетті түрде керек. Сонда 14 біріншіміз 30-дан 5 болса, минус енді жақшаның ішін орындаймын. 8,5-нен 5,5 азайтам 3,5, 30-дан 27-ден 20-ны азайтсам 7. Енді қараңыздар, 5-тен 7 алынбайды. Мұна 5-тен 7 алынбайды. Не істеймін? Мұна 14-тен біреу қарызға аламын да алымына берем. Оны қалай жасайым? 14-тен біреу алдым мен. Оны жазам. Бөлімі сақталады. 1,5-ді алғандықтан алыммен бөлімін не істеймін? Қосамын. 30-ға 5-ті қосам. 35-е. Оны келемін де алымына жазам. Міне, дәл осылай жаңа не жасап аламыз? Бұрыс бөлшекпен алдырып аламыз. Енді әрмен қарап орындай береміз кәдімгідей. Сонда тең 13-тен 3-ті азайтсақ 10, 30 сақталады. 35-тен 7-ні азайтсақ, ол бізде 28. Жұпсан болып қалды, қысқарылатын бөлшек демек. 30-ды 2-ге қысқартсақ, жұпсан 2-ге әрдайым бөлінеді. Алымда бөлімде жұпсан болса, 2-ге бөліп жіберіңіздер. 15, 28-ді 14 болады. Міне, мына жауапта дұрыс, мына жауапта дұрыс болып есептелінеді. Келесі, үшінші есеп. А-ның мәні менде ол 7,2-ден 1-ге тең. Соны жазамын. Енді жақшаның ішін де ештеңе, тек қана сандар тұрғандықтан өзін көшіріп жазатын боламын. Ортақ бөлім 50 болатыны көрініп тұр. Өткен 25-ге 50, 50-25-ге бөлінеді. 2-ден мұнда 1-ден беріледі. Сонда 7,2-ден 1 азайтылған. Сразу орындап кетсек қалай қарайсыздар? 9. Жоқ, орындай алмайды екенбіз, себебі азайғышымыз кіші сан. 9,50-ден 3 азайту 5,50-ден 14. Міне, 3-тен 14 азайтылмайды. Сол себепті
9-дан біреу қарызға аламыз жаңағыдай. Сонда ол бізде 8 бүтін болады. 50 алым мен бөлім қосып алымына жазам. Ол 53 минус 5 бүтін 50-ден 14. Енді орындаймын. Енді бірінші өзін жазамын. 2-ден 1 минус 8-ден 5 бүтінді азайтсақ 3 бүтін, мұнда 50-ден тиеді. 53-ден 14 азайтқанда 9, 4, 1, 3, 39. Енді ортақ бөлім беретін болам, мұнда 25 болады. Өйткені бөлім 50 болу керек. Сонда 7 бүтін 50-ден 25 азайтылған 3 бүтін 50-ден 39. 25-тен 39 азайтылмайтындығы көрініп тұр. Демек 7-тен біреу алам. Сонда 6 бүтін 50-ден 75 болады. Алым мен бөлімін қосып алымына жазам. 3 бүтін 50-ден 39. Енді мәнін табам. 3, 50, 6, 6-ға 6-тан 3, 3, 36. 2-ке бөлінеді. 25-тен 2, 15, 18 болады. Келесі, соңғы 4-ші есепті орындаймыз. 4-ші есеп бізде бірінші жақшаның іші берілген екен. Бұның мәні бізде 11 бүтін 15-тен 2 екен. Минус 6 бүтін 3-тен 1. Ортақ бөлім 15-ке болады. Үшеуіне давай ортақ бөлім бер жерім. Сразу 15-ке. Мұнда 3-тен, мұнда 5-тен болады. Сонда бірінші жақшада 20 бүтін 15-тен 3 азайтылған 11 бүтін 15-тен 2 минус 6 бүтін 15-тен 5 болады. Енді мәнін табам. 20-дан 11-ді азайтсақ 9, 15-тен 1 азайтылған 6 бүтін 15-тен 5. Көріп отырғандарыңыздай 1-ден 5 алынбайды. Онда 9 бүтіннен 9-дан біреу қарызға аламыз. Ол бізде 8 бүтін 15-тен жаңағыдай 16 болады. Азайтылған 6 бүтін 15-тен 5. Енді мәнін табамыз. Соңғы жолы 8-ден 6 бүтін азайтсақ 2 бүтін 15-тен 16-дан 5-ті азайтатын болсақ 11 болады. Жауабы осымен шықты.